Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Қазақстандағы ең бай олигарх болып табылатын Тимур Құлыбаев және оның жұбайы Динара Құлыбаева Нұрсұлтан Назарбаевтың екінші қызы бүгінде Алматыдағы Қазақ-Британ университетіне иелік ететіндерін бұған дейін де айтқан болатын. Ал енді дәл осы Қазақ-Британ университетін мемлекет өз меншігіне қайтарып алуына байланысты Назарбаевтың ортаншы қызы Динара Құлыбаева мемлекет меншігіне қайтарылуы тиіс болып тұрған дәл осы КБТУ-дың ашық түрде қайтарылуына қарсы шығуда. Бұған дейін университеттің 100% акциясы мемлекетке өткен болатын. Құлыбаева басшылық ететін Назарбаев білім қоры бұл әрекетті заңсыз деп санап сотқа жүгінгелі отыр. Депозитарий дерегінде Қазақстан-Британ техникалық университеті осыған дейін Назарбаев білім қорына тиесілі болғаны көрсетілген. Қордың негізін қалаушы және құрылтайшысы экс-президенттің екінші қызы Динара Құлыбаева деп көрсетілген. Біз келген сәтте оқу орнының жағдайы мәз еместін. Ғимаратқа ұзақ уақыт бойы жөндеу жүргізілмей, техникалық ахуалы сын көтермейтін күйге жеткен. Лифтлер істемей, шатырынан су кетіп, есік терезелері ескіріп, іріп-шіріп тұрған еді. КБТУ-ға соңғы 7 жылда 18 миллиард теңге инвестиция құйдық дейді қор өкілдері. Ал Құлыбаева университетке салынған инвестиция ешқашан коммерциялық мақсатты көздемеді. Біз бұған дейін де қазір де дивиденд алмадық деп сотта өз позицияларының дұрыстығын дәлелдемек. Қалай ойлайсыз, мемлекет өз меншігіне алған бұл университетті Назарбаевтың ортаншы қызы, яғни Қазақстандағы ең бай олигарх қайтадан өз иелігіне қайтара алар ма екен? Төмендегі комментарийге пікір қалдырыңыз, каналға жазылып, қолдау білдіруді ұмытпаңыз.